Ата, Асқар, мен сіздерге бір нәрсе айтуым керек. Айдана, не болды? Кеше саған айтам деп едім ғой, соны айтуым керек. Қызым, жайшылық па? Не әңгіме ол? Ата, осыдан 15 жыл бұрынғы шындықты ашуым керек. Сіздер білуге тиіссіздер. Осыдан 15 жыл бұрын менің анам мен Қадира жан құрбы болған. Бірге мектеп бітіріп, оқуға бірге түскен. Сол кезде менің анам менің әкемді кездестіреді. Әкем өте бай, қуатты еді. Қадира соны қызғанып, анам мен әкемді ажырастырып жіберген. Онымен қоймай, әкемнің жарты мүлкін тартып алған. Міне, оған дәлел. Мен бұл үйге кек алу үшін келген болатынмын. Асқарды жақсы көріп қалдым. Ата, сізді құрметтеймін. Қызым, ешқайда кетудің қажеті жоқ. Қала бер, бұл сенің де үйің. Жоқ, ата, мен қала алмаймын. Айдана, не деп тұрсың? Келіндеріңізді қызыңыздай көріп, ылғи жақтасып жүресіз. Сізге көп рахмет. Бірақ енді мен бұл үйде қала алмаймын. Мен өз жөніммен кетемін. Жанелді қолға алыңыздар. Бала әкесіз өспеуі керек. Қадира, тыңдамай кір бөлмеге. Қадира, Айдананың айтқаны рас па? Ол бұрынғы әңгіме. Не үшін айтып тұрсың? Шындықты айт. Бұл қатын бекерден бекер келмеді деп айтып едім ғой. Бұл бізді араздастыру үшін келді. Мен сені мұны күтпедім. Жас күніңде істеген күнәң алдыңнан шығып отыр. Біреудің отбасын шайқап бұзғаннан не ұттың? Сол отбасында дүниеге келген қыз осы үйге келін болып түсті. Енді келін кетемін деп отыр. Сенің кесіріңнен тағы бір отбасы бұзылды. Қанша жыл отбасын құрсақ та, сенен мұндай сұрқиялық күтпедім. Айдана, бөлек шығайық, отбасымызды бұзбайықшы. Жоқ, Асқар, ата жақсы адам. Оны қартайған шағында жалғыз қалдырма. Қандай болса да анаңды да қалдырма. Асқар, Жанелмен бақытты бол. Айдана, тоқта. Динара, мен бүгін кешке кетемін. Үйдегілерге барлығын айттым. Жеңілдеп қалдым. Саған барлығы үшін рахмет. Анашым, бүгін үйге қайтамын. Бәрі бітті. Қызым, кел, күтемін сені.